Бүгін сіздермен қарапайым грузин хачапурийін дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт, ұн, дрожж, сұйық май, тұз, қант қажет болады. Алдымен жылы сүтімізге қант пен дрожжымызды қосып, бетін жауып 10-15 минутке қойып қоямыз. Апарамыз дайын болды. Енді осыған сұйық майды, тұзды қосып араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмауы керек, кішкене қолға жабысқақ болғаны дұрыс. Бетін жауып, тағы да 1 сағат шамасына қойып қоямыз. Келесі салмасына бізге ірімшік, сары май, жұмыртқа қажет болады бетіне жағуға. Ірімшігімізді үккіштен өткізіп аламыз. Келесі кезекте қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымыздың пішіні сопақша болу керек, видеода көрсетілгендей. Содан кейін ірімшікті осылай видеода көрсетілгендей шет-шетіне қойып шығамыз. Содан кейін жан-жағын бекітеміз. Формаға қойып, қалған ірімшіктің барлығын ортасына салып шығамыз. Тағы да бетін жауып 10-15 минут шамасына қойып қоямыз. Содан кейін жұмыртқаны жан-жағына жағып, сары майды осылай видеода көрсетілгендей етіп, әр жеріне қойып шығамыз. 200 градусқа 20 минутқа қоямыз. Хачапурийіміз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Төменге пікіріңізді қалдырып, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.